құрметті мінекей бүгінгі конференцияға қатысушылар, бүгін бір үлкен жұмыс, үлкен іс өтіп жатыр. Бұл біздің танымалы үлкен заңғар жазушымыз Мұхтар Әуезовтің туған күніне орай шығармашылығымен таныстыру, жаңағы сол шығармашылығына қолдау жасау болып келеді. Мұхтар Әуезовтің шығармаларында айтылған мәселеде, әсіресе Абай арқылы айтқан жағдайларында көп мәселе әлі жаңағы таныс емес, көп мәселе өте сондай бір астарлы тұрғыда көрсетілген. Өйткені Мұхтар Әуезовтің шығармаларын қарап отырсаңыздар, қазақтың мемлекеттік университетінде сабақ бергенде Абай тану курсын ашып, сол курста мынандай мәселелерді айтады. Жаңағы егер біз дейді Абайдың шығармаларын педагогикалық тұрғыдан ғана қарастырсақ, онда басқа қырлар тыс қалады, сыртта қалып қояды деп сөйлейді. Шындығында не сыртта қалып қояды? Неге? Өйткені Абай поэзиясында, Абай шығармаларында қолданылған әбжаттық қолданыстың негізін ол кезде саясатқа сәйкес келмегендіктен, айта алмағандықтан, кейінгі ұрпақтар осыны шығарсын деп, сол үшін астарлап айтып кеткен тәрізді. Ал енді Абай шығармаларына қарап отырсақ, мұнда әбжаттың бар екендігі баршаға белгілі. Тек қана бір ғана 45 қара сөзінің өзі адам деген сөздің мағынасын білдіріп тұрады. Өйткені әбжатқа салатын болсақ, адам дегенде А дегеніміз 1, Д дегеніміз 4, Мин деген, М дегеніміз 40. Шуын қосқанда 45 шығады. Сонда Абайдың жаңа 45 қара сөз жазуы менің адамзатқа қалдырған өсиет нақылым деген мағынаны білдіріп тұр. Осы мәселенің жағдайын Мұхтар Әуезов білген және кейінгіге аманат етіп қалдырған.